Қазіргі жағдайда ол қазақтардың Қазақстанға қарай босып өте салатын жағдайы жоқ онда. Егер шекараға келіп мен Қазақстанға өтем десең, Қытай қырып салады оны. Қазақтарды қинап, түрмеде қамап ұстап отыруына не себеп? Қазақстанға барған не үшін барасың? Сенің мынау идеяңда мәселе бар сен. Мынандай гүлденген, мынандай дамыған Қытайды сен тәрк етіп неге кетесің? Дейді сол, одан басқа себеп жоқ ода. Саяси астары ұлтты құрту, жоғалту болды сол. Семьяларын бөл, мәңгүрт жасау, бәрін миын жуу. Сонда оған кім жауапты? Қайда барамыз? Сыртқы істер министрлігі жақсы жұмыс істеу керек. Мен істемей жатыр деп айтамын, өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Десе де біз енді мемлекетпіз ғой. Ол мәселені шешпей болмайды. Ол қазақтардың мәселесі. Керек болса, Қытаймен біраз арадағы байланысты үзетіруға дейінге баруға болады мысалы. Мен айтайын сіздерге, егер Қытай осы жолменен сол қазақты, өзіндегі аз ұлттарды жоям десе үлкен қателеседі. Ұлтты жоюдың тәсілі бұл емес. Бұның сұрағы бар, халықарада сұрағы бар.